Әрдайым балама комнатаңды тазалап қой деймін. Бірақ әрдайым осындай жайрап тұрады, соның үшін бүгін балам комнатасын өзім тазалаймын деп шештім. Барлық зат жерде жайрап жатады, еш зат өзінің орнында тұрмайды. Сіздердің де балдарыңыз осындай ма? Мына столды сабақ даярлауға беріп едім, бірақ ол вешалка болып кеткен. Сөйтіп осы бірталай киімді жинауға кірістім. Ішінде тазасы да бар, кірі де бар. Бәрін сорттап, тақтап, шифонеріне салып қойдым. Менің балам 7-ші класс, подростық, айтқан затың оған бір ертектей болып көрінеді, дәру ашуланып шығып кетеді. Мысалы үшін айтамын ғой, біздерде бұрын мынандай комната отдельный болмаған, барлығымыз отдельный шифонер болмаған, біреуіміздің киімімізді біреуіміз киіп жүретін едік деп айтсам, ашуланады. Олар үшін меніңше бұл ертек шығар деп ойлаймын. Осындай кіші балдарымды критикалап атсам, үлкен ұлым маған олармен дос болың, ашуланбаң, сырласың, бірге ойнаң деді. Мен айтамын, онда тамақты кім істейді? Үйді кім тазалайды? Кім жұмысқа барады? Сіздерде де осындай ма? Киімдерді тақтап, құрымды алып, кілемдегі шаштарды жинауға кірістім. Қанша бұл ұл баланың комнатасы болғанымен негедір кілемнен шаш шығады. Одан кейін пылесостап, осы комнатаның тазалығына өзім қызығып. Видео ұнаған болса, лайк, комментарий күтіп қаламын. Жақсы күнде жақсылықта көріскенше, қош сау болың. Сіздермен болған Әсем.